Өткен демалыс күндері қаланың студент жастарының қатысуымен ауқымды марафон өтті. Толығырақ тілші тарқатады. 2014 жылдан бастап Қазақстанда серпін 2050 мәңгілік ел жастары индустрияға мемлекеттік бағдарламасы жұмыс жасайды. Бағдарламаның мақсаты халқы тығыз орналасқан еліміздің оңтүстік аймақтарындағы жастарды кадр жетіспеушілігі сезілетін өңірлерде оқытып, жұмысқа орналастыру болып табылады. Биыл серпін бағдарламасы өзінің 3 жылдығын атап өтуде. Айтулы мерекеге орай республика бойынша түрлі ауқымды іс-шаралар өтті. Одан Жезқазған қаласы да тыс қалмады. Жезқазған бизнес және көлік колледжі марафон ұйымдастырды. Оған Өмірхан Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің студенттері, сондай-ақ Жезқазған бизнес және көлік колледжінің және Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжінің шәкірттері қатысты. Іс-шара Жезқазған қаласы әкімдігі мен ішкі саясат бөлімі жастар ресурстық орталығының қолдауымен өтті. Белсенді жастардың ұйымдастырған флешмобынан кейін алғашқы сөз кезегін Жезқазған бизнес және көлік колледжінің құрылтайшысы Бекзат Алтынбеков алды. Елбасымыздың осы бір тамаша сыйлығына ие болған әрбір серпіндік өмірлеріне үлкен жақсы бағдарлама, жақсы жолдама алған азаматтар деп есептейміз. Олай болатын болса, бүгінгі серпіннің 3 жылдық мерекесі бұл енді сіздердің ғана емес, жалпы халықтық мереке есебінде. Жалпы марафонның ұзақтығы 3 шақырымды құрады. Оның қатысушылары Алаш алаңынан бастап Абай көшесінің бойымен Жезқазған бизнес және көлік колледжінің алдында мәре сызығына жетті. Мәреге жеткен марафон қатысушылары қуаныштарын жасырмады. Бұның негізгі мақсаты бүгінгі таңда мәңгілік ел идеясын жастар арасында дәріптеу, сонымен бірге тағы бір айтулы оқиға елбасының серпін бағдарламасы бойынша келген жастардың мен Жезқазған қаласының жастар арасындағы ымыра бірлікті арттыру мақсатында солардың бірлесіп өткізіп отырған үлкен іс-шарасы. Жүгіру аяқталған соң кіртасын көтеру, арқан тарту және қол күресінен жарыстар өтті. Үздіктер іс-шара ұйымдастырушылары атынан марапатталды. Мұнымен қатар қатысушыларға тәтті тоқаштар мен шай таратылды. Меруерт Сейітова, Мақсұт Сексенбаев, Дидар телеарнасы.